Құрметті оқушылар, біз бүгін 8 сыныпқа арналған Travel and Sport деп аталатын 7-ші бөлім бойынша жиынтықты талдамақшымыз. Бірінші ол reading, яғни оқылым. Оқып, сұрақтарға жауап беруіміз керек. Answer the questions, яғни сұраққа жауап жазамыз. Which mode of transport doesn't cost money? Әуел сұрақтарына қарап, себебі кейде біз тексттен қарамай-ақ жауап бере алатын сұрақтар болады. Мысалға, қандай транспорт ешқандай ақша алмайды дейді. Яғни барлық транспорт ақшалап, бұл walking, яғни жаяу жүру. Walking on foot, аяқпен жаяу жүру. Why do some people not enjoy traveling? Бұдан қазір табамыз, яғни саяхаттауды ұнатпайды. Which mode of transport is ideal for traveling between countries connected by land? Яғни елдердің арасында саяхаттаған кезде қай транспорт ең жақсы деп жатыр. Жетті ең жақсы train деп айтып жатыр мінекей. Енді бізде проблема, a problem for airplanes. Бізде мынау train болды, яғни ең жақсы ол поезд. Адамдар ұнатпайды, себебі олар мысалға ауырып қалады. Because they may be sick. Деп жазсақ болады. Write about the most exciting experience of traveling that you had. Яғни біз өзіміздің басымыздан өткен, яғни саяхаттаған кезіміз туралы айтуымыз керек. Ол үшін нені қолдануымыз керек? Present perfect simple, яғни аяқталған осы шақты 3-4 яғни абзац жазып бір-бірімен, идея жазып бір-бірімен байланыстыр. Дұрыстап тыныс белгілерін қой дейді. Most exciting experience. Ең жақсы тәжірибе. I have never been in Astana. Деп бастап жатыр. Мысалға, біз have been қолданамыз, себебі present perfect'те have has немесе және етістіктің үшінші формасы болу керек. Мен Астанада болған жоқпын, естественно Алматыда болдым. Деп айтайын. I have been in Алматы. This month. Онымен қатар бізде this деген уақытты пайдалансақ болады осы present perfect'ке. Енді ол жақтан не істегеніміз туралы айтамыз. This city is amazing, beautiful, with fantastic nature, что табиғатымен, good weather, жақсы ауа райымен деп. Ең әдемі жері, мысалы Көктөбе деп айтайық. The most beautiful, popular, атақты деп айтайық. Popular place is Көктөбе.
Не ол жақ туралы айтсақ, ол жақта туризм жақсы дамыған деп айтсақ болады, иә. There is good there is good people, адамдар жақсы дейік. And the best side of Kazakhstan which improve tourism. Қазақстан ең жақсы жағы туризмді дамытқан деп айтып жатырмыз. Ол жақта саяхаттап жүрген кезімізде, мысалы бір оқиғаны айтсақ болады, сипаттап, иә. Ол кезде біз өткен жақта айтамыз. When I was in Алматы, мысалға, мен сумкамды жоғалтып алдым деген сияқты бір нәрсе, иә. Немесе ұрлатып алдым десек, осы шақтың бірі болады. I have stolen my wallet. Портмонемді жоғалтып алдым. Then I found it. Сосын тауып алдым деп салға. Stolen болып қалыпты. Stolen болу керек. Кешірім сұраймын. My wallet. Then I found it. At the hotel. Қонақүйде қайтадан тауып алдым. Сияқты соңған болсам. Сондықтан бұл сондай күшті экспириенс болып деп айтайық, иә. That's why it's the most exciting experience. Мен барғанды айтсаң болады, әлде сипаттасаңдар болады, иә. Мен осы шақты көрсеткім келіп жатыр көбінесе сіздерге. Егер осындай тағы сұрақтарым болса, комментарийға жазып, лайк басуды ұмытпаңдар. Каналыма тіркеліп, сәттілік тілеймін сіздерге оқушылар. Okay, goodbye, good luck.